Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыз баласы бар әкелерге арналады. Әкелер көбіне ұл баласы болуын армандайды. Ол қыз баланы жақсы көрмейді немесе қажетсінбейді деген сөз емес. Жақсы тәрбие бере аламын ба деп алаңдауына байланысты. Көп отбасыда аналары баласын бақылауда ұстап, шекараларға қамап, мойнына міндеттер жүктеп, баланы әр істен шектеу рөлін атқарады. Ал әкелер екіге бөлінеді. Бірі баласын өз жағына тарту үшін анасы шектеген барлық іске еркіндік береді. Екінші түр әкең келсе жаныңды шығарам деген әңгіменің кейіпкері. Бұл типтің екеуінен де аулақ болғаны жөн. Отбасыда әке қатал, бірақ бәріне әділетті болуы тиіс. Ханшайымы көз жасын төгуіне жол бермей, орнымен мақтап, ақылын айтып отырғаны абзал. Әр әке өзінің қызы өмірге келмейінше қуыршақ ойнау, қызының шашын жинап беру секілді істерде өзіне елестете алмайды. Ал негізінде қыз бала ойындарында әкесі маңызды рөл ойнайды. Қыз үшін анасы онсыз да сұлулық эталоны екені белгілі. Ал адамның ойына әкесі қатыса білсе, қызы өмірдегі ер адамның рөлін жақсырақ сезініп өседі. Әйеліңіздің адалдығына қалай сенсеңіз, қызыңыздың да жаман жолмен жүрмейтініне имандай сенуіңіз керек. Жасөспірім шаққа жеткенде қызым қайда, кіммен жүр деп үнемі күдіктеніп, еркіндігін шектей берер болсаңыз, ол керісінше тыйым салынған жаққа қарай ықыласы ауып тұрады. Оған сенім, шексіз жақсы көретініңізді көрсетіңіз. Санасы бар бала сіздің атыңызға кір келтірмеу үшін барын салады. Болашақта өз отбасында да осы өнегені көрсетеді. Ер адам психологиясынан хабардар етіңіз. Бұл оған алғашқы махаббаттың дәмін татқанда қажет болады. Әдетте олардың балалық сезімі өзі қатарлы ұл балалар әлі махаббаттан түк хабары жоқ кезде оянады. Оған соншалықты алаңдап уайымдаудың қажеті жоқ, жай ғана өтпелі кез. Осы кезден бастап оны әркімнен қорып, аулақтауға тырыссаңыз, оның сізге деген сенімі жоғалады. Сонымен қатар оның таңдауына қарсы шығу туралы да ойламаңыз. Еш әкеге күйеу баласы бір көргеннен ұнаған емес. Оның түбінде жай ғана қызғаныш жататынын ұмытпаңыз. Қыз баласы анасына қарағанда әкесінен көбірек мақтау естігісі келеді. Оның сұлу екенін, нәзік екенін үнемі құлағына құйып отырыңыз. Ер адамның көзқарасымен жоғары бағаланған қыздың өзіне деген сенімі мықты болады. Өзіне сеніп, өзін бағалай білетін жан ешқашан бақытсыздыққа ұрынбақ емес. Егер қызыңыз сізге құрбыларымен болған кикілжіңді не өзінің ішкі уайымдарын айтқысы келсе, оған ешқашан құлықсыз болмаңыз. Мұндай әңгімелерді анаң айт, одан да өз ісіңмен айналыс деген секілді сөздерді айтушы болмаңыз. Тіпті мультфильмнің сюжетін айтып бергісі келсе де, оны мұқият тыңдаңыз және әңгімеге араласа біліңіз. Зор сенім мен маңызды әңгіме кіші диалогтардан басталады.